Бүгін Корей халқының пигоди деген тамағын жасаймын. Жылы суымызға тұзымызды қосып, тұзымыз ерігенше араластырамыз. Бір жұмыртқа қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Осы орайда ашытқы қостым, яғни дрож. Өкінішке орай видеоға түспепті. Ұнымызды ұн електен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп қосамыз. Қамырымызды көтерілуге, яғни ашытуға бетін жауып қоямыз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтерілді. Мен бұл жерде 100 граммнан бөлген болатынмын, кейіннен 80 граммнан бөлдім. Өйткені қамырымыз ашытылған қамыр болғандықтан көтеріледі. 80 граммнан бөлсеңіздер, пигодиларыңыз орташа көлемде сүйкімді болып піседі. 40 қабат, яғни капуста мен пиязды кубиктап турап алдым. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, дәмдеуіш қостым. Бір пиала тартылған ет, яғни фарш қосып жақсылап мыжып аламыз. Пигодиларды осылай түйіп шығамыз. Қамырымыз орташа көлемде жайылса әдемі болады. Қатты жұқағып жаймайсыздар. 1,5 қасық көлемінде саласыздар. Салмасы көбірек болатын болса, қамырымыз ашыған болғандықтан тойымды әрі дәмді болып шығады. Осылай өріп шығасыздар. Видеода барынша көрсетуге тырыстым өруді. Басын қайырып, бір-біріне екі шетін жабыстыра бересіздер. Ешқандай да ажырап кетпейді. Бетін жауып қоясыздар 5 минутқа көтерілуге. Араларын ара қашықтық сақтап, табамыздың астын майлап, арасы ара қашықтық сақталады, себебі қамырымыз ашытылған болғандықтан. Піскен кезде көтеріліп піседі. Осы орайда майонез бен кетчупты араластырып соус жасадым. 45 минут көлемінде пісіріп аласыздар. Пигодиларымыз пісті.
ешқандай да ажырамай, ашылмай, әдемі болып пісті. Менің каналыма тіркеліп, осындай қарапайым тағамдар менімен бірге жасаңыздар. Ас болсын.